Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы қаласына жұмыс сапарымен барып қаңтар оқиғасының құрбандарына арналған тағзым мемориалының ашылу рәсіміне қатысты. Егер өткізген сайлауыңа жұрт бармай қойса, ненің белгісі? Саяси науқаныңа әділдігіне сенбейді деген сөз. Егер шаһарға берген атауыңды жұрт атамай қойса, неден? Қабылдамағаны, мойындамағаны. Егер қойған ескерткішіңе қарапайым жұрт перзенті атылған, азапталған қауым қатыспаса, халықпен қатар тұрып, тәу ете алмасаң, ол неден? Ескерткішің өтірік, тағзымың көлгір деген сөз. Ақорда саяси технологтар білгенін істеп жатыр. Бәрі өтірік, бәрі жалған деген болатын Қасым Аманжол ағамыз. Қаңтарда алаңда қаза тапқан Арыстанқұлов Тұрардың жары Алияна Чегенбаева бүгін қаңтар құрбандарына арнап мемориал ашылыпты. Бірақ ең қызығы, ол мемориалдың ашылу салтанатына біздерді, яғни 238 қаза болғандардың туыстарын емес, 2 автобус мұғалімдер мен медицина қызметкерлері қатысыпты. Не дейміз? Жаңа Қазақстан және ескі қағидалар, дейді Алияна ханым. Халық қаңтар туралы шындықты әлі де күтіп жүр. Бұған билік қашан жауап берер екен?